аштықты ұйымдастырмастан бұрын әуелі қазақтың ерен азаматтарын, қазақтың басы сақтап алатын азаматтарды құру керек болды. Кісі атқан шаруаларды бала кезімізде естіп жүрдік. Кейіннен архивтік материалдарда бұны тауып алдым. Сол кездегі ГПУ-дің бастығы Сычев деген азамат, орыс, ұшақ класстық білімі бар жағынан. Өзі Новосибір жағының орысы. Қазақшаға Солай айтады. Мен 480 адамды қамап отырмын дейді. Баранин загоне дейді. 480 адамды қамайтын Қарағандыда түрме жоқ. 6 адамды дейді, мен орманда Шариф бастаған 480 адамның ішіне кіргізуге қорқым дейді. Ол бір түннің ішінде көтеріліс ұйымдастыру мүмкін. Бір түннің ішінде. Содан қорыққандағы жеке қамап қойып, таңертең, ертең осы жерге алып келген. Сода жағада жазады. Мен дейді, облюбовал место расстрела дейді. Ана кісі ататын жер, жаным сүйетін жерді таңдап алдым дейді. Жағын қоршап тұр, осы жерге келгенде соларды атқан. Пучков айтады, келе жатырмыз, Нығызбаев Біләл деген сот дейді, сол алдымызға шықты дейді, бұрыл деп айтты дейді. Жай жолмен бұрылып әкіп, бір-екі қырдан асқаннан кейін, Сычевті шешіп тұр екен дейді. Қаршин бар, Жәмилев бар, бәрі атан адамдар тұр екен дейді. Тұр екен, сосын арбадан түсірдік дейді, арбадан түсіріп 100 метрдей алыстатып әкелдік, өзен жағасына қарата дейді. Сосын теріс қарап бұрып, ата бастаған кез олар тұра қашты дейді. Бірақ 6 адамның шуғалы ашқатанның өзінде құлақ болды дейді. Қалғандар жараланып болса да қашып барады дейді. Атқандан кейін Сычев деген бастық айтады, мен 4-те 6 қып сызып бердім, сол жерде қазып көмдірдім дейді. Атқан орында? Атқан орында. Свежий Магиданың орны бар дейді. Оларды құмның арасына көмдік дейді. Мына жағада құмдар бар ғой, соған көме саған. Кейіннен жаға құлайды ғой. Жаға құлағаннан кейін сол адамдардың сүйектері шығып жатқан жағдайлар болған, үлкендер оны айтып жүретін. Осы 2000 жылдары мынау Қарағанды Алматы тас жолы салынды. Күрделі жұмыстар жасалды, жөндеу жұмыстары. Сол кезде мен сол жаңағы Тадини деген фирмада жұмыс істеп жүрген кезім еді. Содан осы мына өзеннен сол фирма мына заводқа құм тасыды. Сол құм тасып осы жерден алып жатқанда жаңағы атай айтқандай, біз жаңағы заводта бұны жалғыз мен көрген емеспін. Осы ауылдың сол заводта істеген жігіттердің біразы көрді. Солар заводты тоқтатып қойыпты. Жаңағыда мына заводтан адамның сүйектері шығып жатыр деп. Сол кезде мен жаңағы доктор мен бірге жұмыс істеп жүрген кезімізден, жаңағы осы итальянский фирманың докторы сол заводқа барып, сол бас сүйекті алып келді. Итальянсы бар, қазағы бар, бәрі көріп, соны аққа орап, кейіннен сол күні түстен кейін, жаңа обедтен кейін осы маңғалып бір жерге жерлеген білемін. Бірақ енді нақты қай жерге жерлегенін білмейді екенбіз. Жас болдық, аса мән бермедік көп затқа. Сондай бір көргенім бартын. 31-ші жылдың июль айының ортасында халық жауыда 32 адамды ұстаған. Оларды ататын боп, түйеге мінгізіп, арбаға мінгізіп алып жатады. 32 адамды көрді ғой жұрт. Құлат бастағанмен бәрібір жұрт көріп жүр. Жерден қалдыруға болмайды оларды. 32 адам сирақ шығып жатыр. Денесі шығып жатыр. Сосын бұларды алғандағы тегіс. Мына жақта табан төбендегі жерге апарып жерлеген. Төсбай деген ақсақалды
мәжбүрлеп 30 секунд жан төсбелгінің жанында жалғыз емес шығар, бұл жағында да бар шығар. Әкеліп табан төбеге әкеліп жерледі дейді. Төсбай ақсақал айтады дейді осының бәрін. Маған алып кетті жерледі табан төбеге. Бірақ табан төбенің осы жер екенін білеміз дейді. Кейін көрсе төмен жатқан жерін деп айтты дейді. Сөйтіп жүргенде, әне міне деп жүргенде Төсбай ақсақалды басқа бір жаққа жұмысқа ауыстырып жіберген. Сол жақтан Төсбай ақсақал қайтыс болып кеткен. Мынау шиге келдік, осы шиде мына жерде енді ор, үлкен ор, ұзындығы 20 метр ме 25 метр ор бар. Сосын Жұмекен ақсақал тұрып еді, мүмкін осы жер орға жерлеген шығарды. Өйткені бір неге ор қазады? Ұзынан ұзақ ор жатыр. Екі жағында ши. Ши өскен, екі жағында ортасында ор. Қазір қарап отырсаң, ши тегіс бітеді, тұтасып кетті. Мен 30 жыл өтті қой. Ордың да жаңа бітеді қуаты негізі. Негізі осы жер шығартып жобалады. Мынау 37-ші жылдың 3 декабрь күні осы жерде 20 адам атылған. Жұртқа баяғы біз оларды машинамен Қарағандыға апардық депті. Бос сөз ғой, неға машина? Полуторка деген машина болатын 3 адам сияқты. Мұнда 20 адам. Сонда біздің шешелеріміз айтып отыратын бала кезіміздің өзінде. Күрс мылтық атып жатқан естіп отырдық. Құдай ау кісі атты ғой, кісі атты деп. Оның қай жерде жерленгенінің өзі де енді жасырады ғой, жұрттың бәрі. Айтқан адамдар да, осы жердің адамдар, атқандар да, осы жердің адамдар. 70 жылғы орыстың теріс саясаты халықтың санасын терең улап жіберген. Содан әлі шыға алмай жүрміз ғой. Шыға алмай жүрміз. Бірен саран азаматтар деген ел ойлайтын бар. Шығып жатыр. Болашақ ұрпаққа сенемін мен. Оларда қазір қарасаң өзі бір ұлтшылдық бар, жақсылық бар, діншілдік бар. Білейікші деген бір не бар. Жоқ еді, бұрын осы жоқты.